Қазақ елі Ауғанстандағы саяси реформаларды қолдауға барынша атсалысып келеді. Мұның айқын мысалы ауғанстандық жастардың біздің елімізде жоғары білім алуына 500 миллион доллардан астам қаржы бөлінді. Осылайша Қазақстан соғыстан көз ашпай келген мемлекеттің жарқын болашағы үшін игі қадамға барып отыр. Бұл жөнінде арнамызға берген сұхбатында Ауғанстан және Пәкістан бойынша ақш мемлекеттік департаменті арнайы өкілінің орынбасары Лорел Миллер мәлімдеді. Қазақстанға арнайы іс-сапармен келген ресми өкілдің толық сұхбатын 17:00-дегі жаңалықтардан кейін көріңіздер. Kazakhstan has been playing, and we hope that Kazakhstan will continue to play. Қазақстан Ауғанстанның қиын кезеңдерінде қолдау көрсетуден тайынбайды, және бұл өз жалғасын табады деп үміттенеміз. Атап айтар болсақ, бұл ағарту саласындағы қолдау. Қазақстан ауған елінің азаматтарына сапалы білім алуға көмек берді. Мұнымен қоса елдегі қауіпсіздік институттарына да үлкен демеушілік жасалды. Мұның барлығы Ауғанстан елінің дамуына септігін тигізетін негізгі факторлар. Және бұл ел мұндай қолдауға әбден зәру. Қазақстанның саяси қолдауында атап өткен жөн. Біз өз тарапымыздан аталған серіктестік жалғасын табады деген сенімдеміз.